Келдір, әр топтан 2 адамнан келсін, кім орталарынан сайрап жіберіңдер. Кейіпкерлерді анықтаймыз, артық кейіпкерді алып тастаймыз. Кәні, қобдишамызды ашайық. Ішінде қандай кімдер бар екен? Көрейік. Ал ең сендерді қобдишамыз ішінде кейіпкерлер берілген. Осы кейіпкерлерді сендер анықтап аласында да біздің артық кейіпкерді мұнаға саламыз. Артық кейіпкерлерді алып тастаймыз. Жоқ, ол артықтарын аламыз. Артығын ал деген әдіс қой бұл. Ал, керемет, тамаша. Аналық бар ма жоқ па бізде? Жоқ! Молодецсіз бар. Аналық бар бізде бізде? Аналық кім еді бізде? Бәйбіше! Бәйбіше, яғни дүниеге перзентке зағып жүрген аналық емес пе? Тамаша. Қызылер ше, қызылер қазан. Бар. Қазан, қызылер болды ма? Түгел ма? Ал енді қалған кейіпкерлер тез-тез екінші жүрген аңдар айтады. Ал кейіпкерлерді оқы, аттан оққанда шыққан. Кейіпкер бар ма? Тоқтарбай бар ма жоқ па бізде? Бар! Тоқтарбай бар екен, кейіпкерлерді қояйық. Келесі, тез-тез отырады. Қараман бар ма жоқ па? Дұрыс па? Керемет. Одан кейін естеміз бар ма жоқ па? Бар! Керемет, тамаша. Ал шағыр ше? Бар! Ал шағыр қан бар екен. Құртқа бар ма? Бар! Асты кейіпкеріміз бар, Одан кейін көктім аймақ деген бар ма? Бар! Керемет. Қарлыға? Бар! Керемет. Қоғыланды? Бар! Бұл уже артық қойын бар ма деп сұрасақ, Көмікті? Бар! Маша, керемет. Яғни, келесі. Аналық? Аналық? Бар! Тамаша, керемет орындарына жайғасамыз. Қызылер бар ма? Бар! Тамаша. Қазан? Бар! Кім бұл қазан деген? Қазан бар. Тамаша, керемет. Түсінік айтып кетейік, балалар? Оқиғаны білеміз ба? Кім бастайды, кім айтады? Мен сіздерге бастап беремін, Басты кейіпкерлеріңізді білдік қой, Қандай оқиғамен басталады бірінші оқиға? Балалар, орнымызда тұрып кесіп-кесіп айта берейік. Бірінші басында Тоқтарбай. Тоқтарбай бай деген, қандай кісі болған? Ол бай. Бүкіл жаңа мал көп. 80 жасына дейін бір бала көрмей өтті. Оның сонша байлығы болса, оның бір арманы не болды? Перзент. Дұрыс айтады. Сосын барып, Ақырып, жалғастыра берейік, бәріміз айтып тұра берейіз, айта берейік, бәріміз қансамыз, Сосын бәйбішесі бір қыз дүниеге алып келеді. Өте тамаша, бір қыз дүниеге алып келді, Қыздың аты Қарлығаш, Қобландыға қарындас болады. Қобланды мен Қарлығаш, Қобланды ер жетеді. Өте тамаша. Келесі тесі тақырыпты. Қайда кетпіз? Дүниеге перзент келді, Қобланды өсті, ер болды, мерген болды, Енді Қобланды батыр қайда, кіммен қайда бар? Алла айтады. Бір күні тауда жүргенде Естемес пен Қобланды батыр. Жаңа біз көріністе байқасаңдар, 3 көріністе бүкіл оқиғаны қамтып кеттік. Бірақ енді ауызша тағайтып кетейік. Қобланды батыр бір дауыс естиді. Сонда Естеместен сұрайды. Естемес айтпасқа қоймайды. Осы таудың ар жағында көктім аймақханның жері бар. Қызыл бас деген ерлер бар. Айта берсін, жеті бала шығайық, жеті ұл бала қосылады. Мен батырмын дегенде Көктім аймақхан өзінің құртқа қызын ағаштың басына қойады. Соны кім оның жебеме атып пішіреді, соны құртқа қызыма беремін деп айтады. сонымен ары қарай Құртқаға бар, кім бар еді? бұл құртқа бар бағанда тұрған алтын тиынды қағаз ашып түсіреді. Сосын құртқан алады.
Одан кейін құртқамен бірге жолда келе жатқанда бір бие босанайын деп жатыр екен. Сосын ол құртқа айтады, мені ақысына алсаң да осы биені ал, осы қолыңды ал. Тамаша, арғас, кесіз бәрін сөйлейміз, бәріміз қатысамыз сабаққа. Өйткені бұл келі жүйрік ат дейді. Ол асыл тұқымды аттардың бірі болады. Ол жаңағы Қобланды батырдың туыс ағасының жылқылардың ішіндегі бір бие болады. Тамаша, арман қарай, кесіз. Мына топ, қай топ? Топтық жарыс берді, балалар қай топта көп сөйлейміз, бәрі сабаққа қатысып жатқанда. Қай жерге оқиға? Сосын барып Қобланды жарайды дейді да, сол қолынды алтын шапанына құртқа орап алады ғой, иә, сол жерде. Тамаша. Ары қарай оқиға қалай өрбиді? Кәні кесіз жалғасы. Айда. Сонда Қобланды батыр мен істемес зынданда жатқанда қанға келеді. Сонда мен сендерге көмектесемін дегенде Қобланды тұрып айтты. Сені көрмеген бізге керек емес деді. Сонда Қараман тұрып, жоқ, мен қайтамын деді. Тамаша. Сонда Қобланды айтты, сен қайтсаң қайтайын, мен осында қаламын деді. Сөйтіп, кейін ол мақұл деді, кетіп қалды. Жақсы, керемет, тамаша. Керемет, балалар, жалпы оқиғаны біз білеміз, иә? Түсініксіз жері болса, қызықтыратын сұрақтар болса айтамыз. Иә, айтамыз, тамаша, қай жері? Ана ағаштың төбесінде бір ақша бар, соны кім алтын теңгені жарқылатса, сол құртқа бізді тұрмысқа береміз. Тамаша, қалып кеткен жерлер бар ма? Қайық кейіп жерлер айтады. Қобланды батыр мен құртқауыз сол қолынға күннің шуағын түсірмей, желге боранға жібермей өсіреді. Қалып кеткен жері бар ма? 43 күн. Ойланамыз, қай жер қалып кеткен жері? Тамаша, керемет. Не қашып қарап сөйлеміз? Одан кейін Қобланды үйінде отырған кезде оған Қараман келеді. Сырлы қаланы құтқару үшін біздің көмегіміз қажет дейді. Одан кейін Қобланды айтады, мен оған бара алмаймын, барған кезде өзің бара бер. Үйдегі құлынның 43 күні әлі өткен жоқ. Оның Қобландының баруына кім қарсы болды? Құртқа. Неге? Өйткені құлынның әлі 43 күні өткен жоқ. Өсіріп күн көзіне түсірмей, түндіктен су беріп өсіріп жатқан құлынның әлі 43 күндік күні бар. Яғни оның қасиеті сол жүйріктікпен қатар, өте жүйрік. Яғни оның жаңа 3 секрет неге 43 күндігі толық болғанда, ол 3 рет секрет мүмкіндік болады деді. Жаңағы атты орғитын деді да, міне 43 күндігі кем болған екен, ол неше мәрте секірді? 2 рет. Ана Қырлы қала, Сырлы қалаға барған кезде естеріңде ме? Естеріңде ме? Қырлы қаланы жеңіске кімнің арқасына алады? Қобландының. Сонда Қараман не дейді? Қараман сөйледі жеңіске жетуіне үлес қосты ма Қырлы мен Сырлыны? Қоспады ғой, солай ма? Өйткені айтады ғой, менің бөлді ешқандай еңбегім сіңбеді. Мына қасымыздағы қай елге барады сол кезде? Жауша мал алып деп айдап кетейік дейді ғой, жылқысын қарлыған ені қай ел ол? Көбікті ханы. Тамаша, көбікті ханға барады, өте тамаша. Ал енді мына жерде бізде бүгінгі оқу сабағымыздың оқу мақсатын анықтау мақсатында мына бізде 7 батырларымыз шықты. Бұлардың арқасында әріптер жасырынған. Осы әріптерді сендер жаңағы не арқылы сезулерің керек. Молодец, былай қарап. Ал, сіздеріңкі? Дұрыс па? Ал, былай қарап тұрсын, молодец. Сендер сезу қабілеттері күшті екен ғой? Танаш, қатты басып істе арқасы. Сез бассын ба? Қандай? Дұрыс емес, қаттырақ. Қаттырақ бассы, балам. Қандай әріп? Қандай? Жөнде болсаңыз. Мына. Молодец, дұрыс. Керемет таласын. Кет, қақасын. Тесіз болды ғой. Қайтады. Дұрыс емес.
Міне, басы дөңгеленген. Қандай? Ай, молодец. Керемет қан. Сен тез-тез да. Тарақ сияқты. Қандай? Е, молодец қан. Келесі. Ей, сенікі мен қандай Асел сен жаза аламын. Так, керемет. Қан енді сенікін. Түгі жағамыз таппағамыз. Сен тұра кеспеш, қайта тұр. Тілін келмей ма? Тілі келмейді екен ғой, айтпайсың. Дұрыс тауыпты, міне қараймыз, қандай сөз шықты бізде? Керемет, орындарына отыра қойыңдар. Өте тамаша. Яғни бізде портрет дегеніміз не еді, балалар? Оқу мақсатымызда не бар екен бізде? Портрет туралы екен, иә? Портрет дегенімізде есіңге түсірейік. Яғни біз айтып жатқан кейіпкерлердің кескін келбеті, жүріс-тұрысын суреттейтін жанр бізде қайсы? Портрет. Тамаша, керемет. Онда балалар бізде бүгінгі жаңағы тапсырма мақсатында оқуын білдік. Енді сендерге қазір Арман қарай топтық жұмыстар. Біз бағана топқа бөлгенбіз, топ бойынша я түс бойынша. Осыған сендерге тапсырма берілген, міне осы топтық жұмысты ұйымдасқан түрде топтық жұмыста міне мынаны өткен, сендер сабақ барысында өткенбіз бұны бар, иә? Иә, сондықтан мына жерге маркермен жазып, мәнерлеп оқимыз. Үш топтық жұмыс, үш түрлі балалар. Сендерге міне мынау, иә? Мынау тұлпарлардың есімі, осылардың егесін табуымыз керек. Әдемелеп ірі-ірі жазамыз. Сендерге жаңа айтты оқу басасын. Мынау кімнің портреті? Кімге арналған? Астына жауабын жазасыздар, мәнерлеп оқыңыздар. Түсінікті ма? Бұл оқу мақсатында мәнерлеп оқуға. Ал сендер жұмыс істегенше бір кішкене. бір аяғын созады. Оқтанды 60 құлаш алар қарға аяғын торатпен сүйрей жөнеледі. Осылайша қызыл елді жеңіп, Құтқасылдан келе жатқанда, ақылды арар бармасын Құтқасылдан сұратқанда, бұл аттың әлі 40 күндік кемдігі бар екенін, және бұл жорыққа бармай-ақ қоюын сұрайды. Әйелден ақыл сұрасақ, еркек болып нетеміз деген сөзі сүйегінен өткен батыр, бұл атты ерттеп мініп, сырлы қаламен, қырлы қаланы, жалғыз өзі жаудан азат етеді. Жауға қылышы тимеген Қараман енді Көбікті ханға аттанайық деген ой салады. Өз күштеріне қатты сейген қос батыр Алланы аузын алмай аттанғанын істері сәтсіз болып, екеуі қолға түседі. Алайда қарғадай бойжеткеннің арқасында ойлары іске асады. Еліне келе жатқан қос батырдың елі мен жерін жау шапқаны туралы қаралы хабар естіледі. Бұл хабарды естіген қос батыр Қарға сұлу мен сол жерден Орал есімді батыр ертіп, төртеуі Алшағыр ханның батырына риза болады. Енді бала топтық жұмысы дайын ба? Иә. Бірінші қайт топасы. Қалаймыз. Қат шығарды аузында. Яғни мына тұлпарлардың егесін тауып атырмыз. Дұрыс па, бұрыс па қараймыз. Тайбурул кімдікі? Тамаша. Тобылғы торат же? Жаңа сенде де талас болып атыр Қараман деп, иә? Өйткені біз кеше қарамыз. Естерінде болса, Тобыланды мына Тайбурулға дейінгі мінген аты қайсы болды бізде? Тобылғы торат сомен шатыстырмасына. Өте тамаша. Келесі. Ақмоншақ ат? Ақмоншақ Қарлығаның аты. Дұрыс па? Тыңдабасында? Қара қасқа Алшағыр ханның аты.
Ал, баға берейік, дұрыс па, дұрыс емес па? Қандай баға? Өте керемет, тамаша. Келесі екінші. Құланып қаттанып, бауыр қаны ұрсанып, мұздай темір құрсанып, қабағынан қар жауып, кірпігіне мұз тоңып, бұл Қобыланды батыр. Қобыланды батырдың кейіп, қараңдаршы, тұрның көз алларға елестеді қандай болып тұр түрі? Енді есіңізге түсірейік, қай жерде ашуланды ол? Ол себебі ол Кімге ашуланды? енін жау шапқан кезде Қорқаға, иә, неге? өйткені ол Қараманмен бірге неге Иә, Қараман жүр, мына қырлы қала, сырлы қала. Азат етейік дегенде ол айтады, қарлығадан ақыл сұрай, кімнен? Құрттан ақыл сұрайды, сонда ол айтады. Әйелді тыңдағысын болсақ, онда мен кеттім деген кезде ол намыстан не істейді? Ашулана. Сол кездегі портрет бар мынау кейпі? Тамаша, дұрыс па? Қобыландының деді. Дұрыс па? Дұрыс болса, дұрыс деп баға берейік, балам отыр. Келесі. Қаншеде не қағады? Сізге жасы келгенше Мәнеде болды. Сізге жасы келгенше бір бала көрмей тоқтарбай, қайғыменен қан жұтып, ақылынан адасқан, анауындай бәйбіше, қабырғасы майысқан, елуге жасы келгенше, көзін ашпай дүниеден, Өлгемін бе? дегенде, сонда Көрген арыстан бір ұл, бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобыланға қалдас. Дұрыс па? Керек сөз дұрыс қойған ба? Иә, тамаша, отыра қойды. Өте тамаша, керемет топтық жұмыста жақсы жұмысын деп жатыр, иә? Яғни үшінші орын иесі өзінің айтатыны жаңа өлеңнен өзімді оқып берсем деп келген екен, соны оқып айтып. Тыңдаймыз. Талғам, бір минут тыңдаташы. Мына да сендер сияқты кішкентай бала бұл 5-ші класста келді, биыл 11-ші сыныпты бітіріп жатыр. Енді осы Қобыланды батыр жырын бүкіл бір кітап қой мынада, иә? Осы кітаптың бәрі жатта байқауға қатысып, республиканың 3-ші орын алған. Анау марапат дипломдарын көрсетіп қойып, сендерге көрсету үшін ертең сендер де сондай сайысқа қатысыңдар. Жыры 12 жырау жазған болатын. Әрқайсының нұсқасы әртүрлі. Жалпы осындай оқушыларға, білім алушыларға Марабай жыраудың нұсқасын беріп отырады. Сол арқылы мен де жаңағы тұлпар мініп ту алған деген жарысқа қатысып, осы ең бірінші еңбекші ауданынан 3-ші орынның иегері атанды. Сонымен қатар уақыт өте келе бұл жарыстың екінші кезеңі республикалық деңгейде өтті. Ол жерден де 3-ші орын иегері атанып, 350 мың теңгелік сертификатқа ие болды. Жалпы ол кезде де әрине Марабай жырау нұсқасы арқылы дайындалдық, сондықтан да басында кішкене шумағын айтып кететін болсам. Кешегі өткен заманда дін мұсылман аманда, қара қыпшақ Қобыланды, атасының Тоқтарбай, халықтан асқан болды бай. Байлығында есеп жоқ, айдалып бағып жайылды, 4 түлік малдың бәрі сай. Жаз жайлауы көзді көлді жайлаған қалың қыпшақ жағалайды. Тоқтарбайдың дәулеті, ішкені мас, жегені тоқ, бай кедейдің көңілі жай. Қыс-қыстауы қараспан, көпке таласқан, ат үйірінен адасқан. Қалың қыпшақ тізіліп, пойыз қонса жарасқан. Әліп таңба қыпшақтың атағы озған алаштан. Бір бала көрмей Тоқтарбай, қайғыменен қан жұтып, ақылынан адасқан. 80-де жасы келгенше, бір бала көрмей Тоқтарбай, ақылынан адасқан. Жеті бірге танысқан. Әулиеге бір барып, етегін шеңгел сыдырып, жеті бірге танысқан. Әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі. Жарылғандай жүрегі, аналықтай бәйбіше, қабырғасы майысқан. 50-ге жасы келгенде бір бала көрмей Тоқтарбай, қабырғасы майысқан. Сонда бір барыстан, бір ұл, бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. 6 жасқа келген Қобыланды қазадан қамқа келді. Өзімнің еншім болсын деп, Қобылғы бірді торатты, енші қылып. Жаңағы айтып кеткеніміздей, бұл жырдың өзінде Қобыландының 2 жылқысы, яғни өзінің көлігі аталған болады. Сол жердегі жаңағы қаластарыңыз Тобылғы бірді торат, Қобыланды батырдың 6 жасқа келген кездегі енші қылып қазынадан алған жылқысы болады. Ал Тайбұрыл атты, ол жаңағы құртқанын саңдап алған биесінен туған құлын болады.
оны 30 күн ұдай, 40 күн ұдай қызыл шөппен емдеп тұрып, күннің көзіне көрсетпей, түнде алтын тонға орап отырып, оны 43 күн бойы жаңағыдай жетілдірген болады. Бірақ өкінішке орай, Қараманның сөзіне ерген Қобыланды оны уақытына жетпей тұрып мініп алып кетіп, онан жаңағыдай кішкене ғана кемістігін көрген болады. Бірақ бұл жырдың соңында Қобыландыға бүкілі риза болады. Себебі ол жаңа 45 қайсы қызыл ердің қалмақтардың алған жерлерінің барлығын қайта қолына қайтарып, олардың барлығын азат етіп, одан есе оларды байытқаны үшін Қобыландыға бүкіл қазақ елі алғысын білдірген болады. Және де осы арада айтып кететін жайт мұғалімдерге. Жалпы 11 сынып оқушысы болған соң алдағы уақытта журналистика мамандығына дайындықта жүргізіп отырмын. Сол арқылы мен өзіміздің Садықова Бибаша ұстазымыз жайлы кішкене мақала шығарған болатынмын. Соларды қазір қоңырау уақытында сіздерге таратып берсем, барлығын да өзім шығардым, яғни жаңағыдай журналистика мамандығына дайындалу үстінде. Алла дәптермен жұмыс жасап отырмыз ба? Мұқият тыңдадық па? Қалай өлең оқыған ұнады ма? Міне әдебиетті көп оқысақ, әдемі оқимыз, әдемі сөйлейміз, жаңағы білімді боламыз, иә? Сонда кітапты не істеуіміз керек? Енді балалар сендерге қорытынды ретінде сабақты қорытындылай келесіздерге сұрақтар қояйын, иә, шамалы. Яғни бізде дарынды балалар бар, жаңағы үлгерімі төмен балалар бар. Сондықтан да кім еді жаңағы? Мұхаммед Али, қандай кейіпкерлерді білесің? Бүгінгі сабақтардан. Қобыланды батыр. Тамаша, есінде қалған. Қараман. Иә. Өте керемет, дұрыс айтып жатыр ма? Иә, тамаша. Кім есің қандай кейіпкерлер? Тоқтарбай. Иә, тамаша, Тоқтарбай. Иә. Тоқтарбай. Айтпағандарын айтасыз, да? Тамаша. Нұржігіт қандай кейіпкерлер? Тоқтарбай, Қараман, Қазан. Қазан батыр керемет дұрыс. Иә, Құртқа. Қарлыға. Иә. Аймаққан. Иә, өте. Енді отыра тамаша. Енді балалар, батырлар жырында кімдер болады? Басты кейіпкер кім болады? Батыр болады. Батырлар жырында, иә? Батырдың кімі болады? Несі болады? Ал айтамыз. Иә, сүйген жары болады. Аты болады. Аты болады, тұлпары болады екен, дұрыс айтады. Иә, қолында несі болады? Батыр не істейді? Елін кімнен қорғайды? Сыртқы жауlardan. Яғни батырлар жыры. Міне сол батырлар жыры ішінде бізде бүгін тоқталғанымыз Қобыланды батыр жыры екен, иә? Енді балалар мына жерде қараңдар. Иә, мына WhatsApp, яғни SMS әдісі тұр. Осыған қазір бүгінгі сабақтан алған, не үйрендің, не білдің, не ұнады саған, жоқ ұнамаған жағдайларға соған, мынаны жазып, комментарий жазасың. WhatsApp-қа, яғни WhatsApp-қа жазғанда, әкел әрқайсың өзіңнің атыңның тұсына әкел не істейсіңдер? Жабыстырып кетесіңдер. Түсінікті ма? Бүгінгі серімізді кері қарай түсінікті ма? Нені саған әдемі қылып жазып білеміз керек. Тамаша, балалар бәріміз жаза берейік. Емізде бүгін сабақ жаздырамыз апарып. Бүгін сабаққа үй тапсырмасына, барлық тапсырмаға керемет дайындалып келсіздер. Үлкен сендерге алғысымды білдіремін. Мына сендерге ол қызға осындай жағдай жасап ата-аналарына үлкен алғыс. Сондықтан бүгін сендерге мына алғашқы асық сабақтарың болғаннан кейін қаламдарың шұғыл болсын, жазуларың әдем болсын деп сендерге бүгін кішкене сыйымыз бар мына Әсел екеуміздің бүгінгі. Сондықтан да отыр өзің жеке-жеке таратып беріңдер. Отыр. Бүгін сабаққа керемет қатысқандарың үшін. Тамаша. Мына Әсел жапсырайын. Әліңізге жақын жапсырайын. Оқсаңдар осылай сыйлық алып жатсыңдар. Сенен күндерден жазды, а? Енді күндерден Әдісінде не туралы айтылған? Қобыланды батыр жырында ма? Иә, не туралы айтылған? Қобыланды батыр туралы оның ерлігі, оның сүйген жары, оның дүниеге келгені туралы айтылған.
Дұрыс па? Жауабыңа қанағаттанды ма? Керемет. Ал Қобыланды батыр қай қалаларды елден азат етті? Батыр қай елдерді жаудан азат етті? Сырлы қала мен қырлы қаланы жауап алды. Иә, дұрыс па сұрақ? Иә. Тамаша. Қобыланды өз елін кімнен қорғады? Иә, дұрыс айтады Тамаша ханым. Ал қойыңыз. Қобыланды батыр өз елін жаулардан қорғады. Дұрыс па? Иә, сыртқы жауабым. Иә, келесі енді сендер сымбаттарын сұрып, мына сұрақ қоямыз. Сендер тыңдаңыз. Қараманды кім зынданнан шығарып алды? Қаруға сұлу Қараманды зынданнан құтқарып алды. Қара қасқа ат кімнің аты? Кімнің? Қара қасқа кімді дейді? Қара қасқа ат алшағырды. Дұрыс па? Керемет, тамаша. Балалар бүгінгі сабақсы сендерге ұнады ма? Иә. Иә, керемет ұнады па? Иә. Сөздің немізді жазып болып па? Мына бөлінеді. Комментарий бәрін жазып тұрып па? Иә. мына сабаққа қатыспаған осы уақытқа дейін оқып шығарған аяғына дейін оқымаған баланың өзі дәл қазіргі сұрақтар арқылы кейіпкерлердің барлығының қандай атқа мінгендігін, қай жаңағы елменен жауласқандығын ішіндегі кейіпкерлердің бәрін танып біліп алды деп ойлаймыз. Енді біздің негізі Абай атамыздың өзін Зере әжесі ертегіні айтып, жастайынан осындай батырлық жырларын айтып өсірген ғой. Сол сияқты осыларға да балаларға осындай жас кезінен рөлге ендіре отырып да ойнатқанымыз өте керемет ұнады. Иә, ене отырып ойнағандықтан олардың барлығы естерінде қалады да, сол батырлар жырын мәңгі естерінен шығара алмайды деп ойлаймын. Әдебиетте осы батырлардың сұрағы өте көп келді. Өте әдебиеттандар отырмыз, айтып басып айтқаным. Осы қобыланның әрбір мына тұлғалардың аты негізгі оқулықтан келіп жатыр. Балалардың несі дайындығы өте жақсы, сіздің сабағыңыз керемет. Сіз күткен нәтижеден де жоғары деңгейде. Иә, бабамыздың бесінші класс болмаса ше. Иә, оқушылардың барлығы белсенді, ұялмай, қысылмай, өз ойын ашық айтып отырды. Актерлік шеберліктерінде көріп алғандар ғана көріп оқушылар белсенді келесі. Абайдың сабағы ауқымды түрде өтіледі ғой, қай сабағын өтсе де, қазақ тілін сынаса да, әдебиет сынаса да, Айша апайдан алатынымыз өте көп. Өзіміз сонша жыл жұмыс істеп жүрсек те, Айша апайдың сабағына өте қызығамын. Керемет әдіс тәсілдерді қолданады. Шығармашыл креативті мұғалім деп есептейміз. Балалардың бәрінің дайындығы керемет. Барлығы жауап берді деп ойлаймын балалардың. Сабағым мереке. Айша апай, сабағыңыз үшін рахмет. Өте жоғарғы деңгейде өтті. Сіз өз мақсатыңызға жеттіңіз. Өзім жетіп отыр мақсатыңызға жеткеніңізге. Оқушылар өте белсенді. Мен биыл 5-ші сыныпта алдым. Қандай болады деп қолға жатқан едіңіз, өзіңде үйретіп алыпсыз. Керемет сабақ өте жақсы деңгейде. Рөлдік ойындарға да балалар белсенді таласып қатысып ойнап жатыр. Өте жақсы өтті сабақтан кейін де осындай сабақтарыңыз көп болсын деп сізге табыс тілеймін. Сол тек қана алғыс айтамын, рахмет. Осындай көп тәжірибе алып. Айша апай, сабағыңызға рахмет, өте керемет өтті. Оқушылар сөйледі, негізі сабақта сіздің даусыңыз естілмеді, бір-екі ашып естіліп. Оқушылар сөйледі, 20-да 80-ден де 10-да 90 болмады деме болды. Өте күшті, ұнады маған сабағыңыз. Сізден аларыңыз көп. Әріптестерім бар, мен 4 жыл оқыған өзімнің бүлдіршіндерім жоқ балапандарым. Енді Айшаның қолына түскеніне өте қатты қуандым. Жаңа келіннің келген жері жақсы болса, келін болады деген, андай болса, андай деген бір бақал-бақал айтпай ақ қойған жағын. Енді керемет, тамаша сабақ. Айша апай, сізге рахмет. Мен енді өзімді мақтап қоямын арасында. Бірақ бұл біздің балалар әдебиетті оқу сабағында рөлге бөлу ойындарын көп ойнайтынбыз бастауыштан. Өлең шумақтары болсын, мәтін болсын, рөлге бөлетінбіз. Соның нәтижесінде көрініп тұр деп ойлаймын. Бірақ енді жоғары кластың программасы сәл ауырлау, оған балдар шамалы төселу керек деп ойлаймын. Балдар еркін өтті. Сізге рахмет, Айша апай. Сабағымыз керемет өтті деп ойлаймын. Жалғасын таба берсін. Білім нәрімен сусындата беріңіз шәкірттерімізді. Алға тек қана. Рахмет сіздерге.
Гүлзипа апайға да бір қошемет жасап қояйық негізі. Бәрі керемет сабақ. Ал Гүлшат апай? Айша апай, енді мына сабағыңыз керемет өтті. Оған ешкім күмәні жоқ. Өзіңіздің Астананың төрінде сурет ілінген портреті жаңа бір ай бойы ілініп тұрған мұғалімнің бірі. Сіз осы Қазақстанның үздік мұғалімі ретінде сабағыңыз өте керемет. Әсіресе әдіс тәсілдер 45 минутқа бірнеше мен қазір жазып отырғаным өзі 6-7 әдіс болды. Енді қаншасын байқамы жоқ болмай келмеді. Соның өзінде керемет жедел жәрдем, SMS, кейіпкерлерді сомдау, артығын ал, әріптерді тану, SMS әдіс дейді, WhatsApp-қа комментарий жазу, керемет енді сабағыңыздың. Енді бұл балалар өздерінің бойына қазақтың Қобыланды батыр жырын мәңгі өшпестей, осы жердегі кейіпкерлер Қараманды, Құртқаны, Қобыланды батырдың өмірі мәңгі өшпестей санасына осы білімді бердіңіз деп өзім ойлап отырмын. Рахмет сізге сабағыңызға. Енді сөйлеп, ең үздік сабақ, ең көп тәсіл қолданған мұғалім, ең үздік мұғалім деп сіздің алдыңызда бас иеміз. Енді шынды айтсамдар ғой, сын айтылатын сабақ болған жоқ. Үлгі сабақ, үздік сабақ, өзіңіздің керемет үздік мұғалім екеніңізді көрсеттіңіз. Барлық мұғалім сіздей болса, онда біздің мектебіміз тамаша мектеп болады. Мен просто мына жерде видеоға шегітіп тұрып, кәдімгі 45 минутты түсіріп, дайын тұрған сабақ екен. Лақтырып жіберсеңіз, сіз бірінші орын аласыз. Миллионды Құда қаласа жүлдеге жетесіз деп есептеймін. Тапсырайын сізге.